Ал Шымкенттегі Қайнар бұлақ жұртының жарық, жол, газ бен ауыз су күтіп жүргеніне 8 жыл. Жұрт мегаполисте тұрсақ та, ауылдағыдай күн көшуде мәжбүрміз дейді. Свет қайда? Әйтенов мырза, шығыңыз, не келмейсіз? Тойханаға бізді шақырғанша, осында неге келмейсіз? Қайнар бұлақ тұрғындарының шымкенттіктер қатарына қосылғанына 4 жыл. Қалалық болғалы бері түк өзгерген жоқ дейді наразы топ. Әлі күнге дейін есік алдына су жинап, қыста пеш жағып, топырақ жолда шаңдатып жүруден басқа амал жоқ. Қала берді электр жарығы да жұрт жүйкесін жұқартқан. Қайнар бұлақ елді мекенде жаңа жарық бағандары жетерлік, бірақ оның әзірге ешқандай пайдасы жоқ. 450 үй мына шіріп құлағалы тұрған ағаштан жарық тартып отыр. Бірақ жұрт өпеткен жел соқса болды, жарықсыз қаламыз ба деп қорқады. Шымкенттегі Қайнар бұлақ тұрғынының бір бөлігі ауыз су мен жылуды электр жарығымен алады. Солардың бірі Гүлнар Махамова. Келіншек қыстың күні жылу іздеп сандалып кетеміз деп күйінеді. Мына атаның үйіне, ата айтсын, атаның үйіне барып пешке жылынам күндіз күні. Телефонымды зарядтаймын мына үйге. Мен биыл осы светті бермесеңіздер, мен қатып қаламын мына қызыммен мына жерде. Әкімнің үйіне барып жатып алам мен енді қызыммен. Амалым жоқ, не болмаса әкім кеп жатсын мына жерде. 2 күннің бірінде өшетін жарық кесірінен техникаларымыз күйіп жатыр дейді тұрғындар. Микроволновкамыз және күйді, холодильнигіміз және күйді. 1 жыл болған жоқ телевизорды алғанымызға, холодильнигіміз вообще істемей тұр, міне салқындатқыш. Бізге әкімдер келеді, уәдесін береді, кетеді. 2019-дан бері уәдеге тойып келе жатырмыз. Ал жарық жүргізуге келісім алған мекемені сотқа беріп, қазір жұмысы тоқтатылған. Әкімдік өкілдері жаңа компанияны іздеуге енді кірісіпті. Мердігермен келісім шарт бұзылғаннан кейін біз жаңа мердігерді анықтауға мемлекеттік сатып алу конкурсына шығардық. Шымкенттегі Қайнар бұлақ тұрғын алабына жарық жүргізу үшін бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаралыпты. Биыл оның 1 миллиард теңгесі бөлінген. Жауаптылардың уәдесіне сенсек, сапалы электр тоғы келер жылы ғана қосылады. Назерке Күбасова, Ильдар Жұмысқанов, Айбат жаңалықтар қызметі.